Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында сәйгүлік атты жылқыға арналған көрме ашылды. Мұнда жалпы 100-ге жуық туынды қойылған. Оның ішінде тек бейнелеу өнері ғана емес, мүсіндер және алтынмен апталып, күміспен күптелген ат әбзелдері ұсынылған. Одан бөлек шараға тарих ғылымдарының докторы профессор Ахмет Тоқтабай мен ақын Маралтай Райымбеков арнайы шақырылған. Олар қазақ халқы ерекше қадір тұтқан жануардың шығу тегі мен асыл қасиеттері туралы мазмұнды әңгіме қозғады. Осыдан 7000 жыл бұрын біздің арғы ата-бабаларымыз осы қыл-құйрықты мынау жылқы жануарын тұңғыш рет қолға үйретіп, мініске пайдаланып, етін жеп сүтін ішкен халық. Сондықтан да біз мына Евразияның апайтөс далаларын сонау Орхон, Керулен өзендерінен бастап анау Балканға дейінгі алып территорияны барлығын осы жылқының күшімен алғамыз. Ұлы даланың 7 қырынан сай осы тақырыпты біз міндеттеп санап, осы жаңағы ұстаздарымыз, шәкірттеріміз, студенттермен бірігіп, осы көрмені ашып отырмыз. Бұл көрменің басты мақсаты ертең біздің шәкірттеріміз үлкен кескіндемелік шығармаларын, мүсіндік шығармаларын атпен байланыстырып салған кезде білуі керек. Сондықтан осындай көрме өзінің ұтымды тұстарын, өзінің жаңағы қай жағынан, қай бағытта дамыту керектігін біздің шәкірттермен беретін мынау үлкен қолдауы мол.